Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін Есіл аудандық мәдениет үйінің қазақ ұлттық жерлес атты қазақ ұлттық мәдени орталығында кездесіп отырмыз. Біз қазақтың ұлттық салт дәстүрлерінің бірі бесікке салу рәсімін көрсетеміз. Қазір біз Алтыным әжелер тобының белді мүшесі Жасылкен әжеміз Алма апаға сөз берейік. Рахмет құлым. Кішкентай сәбиді енді бесікке бөліп бер деп ұсынып отырсыңыздар. Мен кішкентай бөпені бесікке салып берейін. Содан кейін ары қарай осы бесікті жалғастырып, ұрпақтар жалғастыра берсін бесікті. Бисмиллахиррахманиррахим. Ең аулы бесікке баланы салу үшін бесікті аластап аламыз. Bismillahirrahmanirrahim. Алас, пәле жаладан қағаз деп бала бисмилlah жақсы ұйықтаймын. Содан кейін не салайын деп жатырсыз? Мынау бала айна жүзі жарық болсын деп баланың басына айна саламыз. Бисмилlah. Пышақ. Бала түнде ұйықтап жатқанда шошымасын деп пышақ саламыз. Тарақ. Ертең осы бесікте өсіп шыққаннан кейін сәби шашын тарап әдемі болсын, сұлу бала болсын деп саламыз. Мынау қайшымыз енді. Бұл қайшы қыз бала болса шебер болсын деп, ұл бала болса да шашын қырқсын деп бірден әйтеуір саламыз. Ұл болсын, қыз болсын, шебер болсын деп саламыз. Содан кейін қазақтың ырымы тыштыма. Бисмиллахиррахманиррахим. Баяғыда Тыштыма, баяғы тыштыманы салатын ya қазір. Тыштыма? Тышты. Алдын. Ал енді кішкентай тәркелі қойғым салайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау тартқа енді бала аяғы түзу болсын деп, жақсы жайлы жатсын деп, аяғын айлаймыз баланы. Одан кейін қолын байлаймыз. Қолы шешіліп кетсе, бала ұйықтап жатқанда шошымасын деп, Бала жайлы жатсын деп. Екінші таппаға бөлеміз, Бисмиллахиррахманиррахим деп бетін жабамыз баланың кішкентай бөбектің. Ал енді балам бесің құтты болсын. Әмин. Осы бала өте қатты ұйықтасын деп, одан кейін қазақтың ертеден келе жатқан 9 қабат киім жабамыз үстінен. Қатты ұйықтайтын, бұрынғы ұйқысы қатты болсын деп жабамыз. Енді бала ұйықтасын, әлді бесік жырын айтайын. Әлді, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, тербетейін жатта ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Әлді, ай, деп мен қазақтың дәстүрі бойынша бесікке салып берген апаға өзімнің сыйлығымды беремін. Ал енді бүгінгі мынау бесікке салған дәстүрді шашу шашып, осындай тойлар көп болсын деп шашу шашамыз. Жұмысты болсын. Келіндер ары қарай дәстүрді жалғастырып. Осындай шашу шашатын той көп болсын қазағымыз. Әумин, айтқандарың келсін. Ал енді осы бүгінгі дәстүрді көрсеткесін әннен де шашу шашайық, Алтыным әжелер тобы. Иә, әнімізді айтып берейік.
дәстүрді, бесікке салу дәстүрін көрсетуді аяқтаймыз.